пәнінің мұғалімі Елмұратова Ұлжан Қанатқызы. Және де бүгінгі біздің жаңадан өтетін тақырыбымыздың аты ол қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы. Және де оқу мақсаттары қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын анықтау үшін әдет, ғұрып, рәсім, салт дәстүр, діл, яғни менталитет ұғымдарын пайдалану. Екінші оқу мақсатымыз қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрлерді зерттеу негізінде түсіндіру. Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаттары қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымы туралы мәтіндерді оқып, маңыздылығы туралы ой тұжырымдау. Екінші сабақ мақсаты қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрлерін сақтаудың қажеттілігін түсіндіру. Оқушылар, сіздер бұрынғы сыныптардан білесіздер, жалпы мәдениеттің не екендігіне. Мәдениет деп отырғанымыз ол ұлт өмірінің айнасы, ғасырлар бойы үзілмей келе жатқан халықтың рухани келбеті, мейірімі және парасат пайымы. Және де мәдениет ол екіге бөлінеді. Оны да сіздер білесіздер, ол бірінші материалдық мәдениет, және екінші ол рухани мәдениет. Материалдық мәдениетке тоқталатын болсақ, материалдық мәдениет, яғни біз оны қолмен ұстай аламыз және оны көре аламыз. Мысал ретінде киіз үйді айтуымызға болады. Киіз үйдің ішіндегі жабдықтар, яғни қамзол, шапан, көрпелер, сандық, бұлардың барлығы материалдық мәдениет болып есептелінеді. Келесі кезекте тағы музыкалық инструменттер, яғни қобыз, домбыра, ер қаруы, бес қару деп жатамыз, яғни шоқпар, айбалта, қылыш, садақ, найза, бұлардың барлығы материалдық мәдениет болып есептелінеді, балалар. Келесі кезекте бізде рухани мәдениет. Рухани мәдениет дегеніміз не? Материалдық мәдениетті егерде біз қолмен ұстай алатын болсақ, көре алатын болсақ, ал біз рухани мәдениетті тек қана сезе аламыз. Яғни рухани мәдениет деп тұрғанымыз не? Ол адамның өзіне және басқа адамдарға дүниеге қатынасын реттейтін дәстүрлер мен құндылықтардың жиынтығы болып есептелінеді. Рухани мәдениет ол біздің салт дәстүріміз, діліміз, яғни біз керісінше немесе менталитет деп атаймыз, әдет, ғұрып, наным, сенімдер. Енді сабақтың мақсатына оралатын болса, біз әдет, ғұрып, салт дәстүрдің ұғымдарына көрсетуіміз керек еді. Әдет, ғұрып дегеніміз не? Ол күнделікті әдеттердің өмір қолданысына айналуы әдет, ғұрып деп аталады. Ал оның бір жола өмір заңдылығына айналуы ол салт дәстүр деп аталады. Енді келесі кезекте тағы бір ұғым ол рәсім. Рәсім дегеніміз не? Символдық мән мағынадағы әлдеқандай оқиғаларды немесе күндерді мерекелеуге арналған әрекеттер. Мысалға, бесікке салу, тұстау кесу, жерлеу, нәрестені қырқынан шығару, сүндетке отырғызу, құйрық бауыр асату сияқты өте көптеген біздің қазақтың рәсімдері бар. Келесі кезекте діл, яғни ол менталитет. Ол адамдардың белгілі бір қоғамдастығына тән, нақтылы тарихи мәдени ортада қалыптасқан мінез құлықтардың және іс-әрекеттердің біркелкі сипатын білдіретін ұғым болып есептеледі. Ал осы діл, бұл қазақ халқының ділі деп біз нені айтамыз? Ол әдет ғұрыптарын, діни наным сенімдерін, ырымдар мен пайымдарды, көшпелі тұрмыс бейнелері және өзіндік көзқарастарынан тұратындығын білеміз. Келесі кезекте жалпы қазақ халқының ежелден орныққан әдеттік ұстанымдары мен нормалары және ырымдары мен тыйымдары бар, балалар, білесіздер. Олар, мысалға, халық арасында көп қайталағандықтан ол дағдыға, үйреншікті іс-әрекетке айналған. Мысалға, үлкен келсе жол берген, құдаға бас берген, күйеуге төс берген, қонақжайлық істері, келіннің сәлем салу сияқты күнделікті бұлжытпай орындайтын ұстанымдары болған. Бұлардың барлығы біздің күнделікті дағдыға айналған іс-әрекеттеріміз есептелінеді. Енді балалар, сіздерге қазір бірінші тапсырманы көрсетемін. Бірінші тапсырмада көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде суреттер тұр. Осы суреттердің
қандай салт дәстүр, яғни қандай рәсім екендігін сіздер табуларыңыз керек. Ал енді балалар, сіздер бұл тапсырманың барлығын дұрыс жасады деп ойлаймын. Ендеше сіздер қазір жауабын қарап тағы бір тексеріп алыңыздар. Бірінші, нәрестені қырқынан шығару дейді, не? Келесі, тұсау, кесу, бет ашар, бесікке салу, құйрық бауыр асату, төркіндеу. Яғни дәл осылайша біз тапсырмамызды аяқтадық. Жарайсыздар. Келесі біздегі тапсырмамыз екінші тапсырма. Бұл екінші тапсырма сіздерге үй тапсырмасы болады. Қазақ менталитетінің қалыптасуына қандай факторлар әсер еткені туралы ойланыңыздар. Қазақ халқына қандай дүниетанымдық ұстанымдар мен мінез құлық белгілері тән. Қазақ, орыс, америкалық, Қытай менталитеттерін салыстырыңыздар. Сөзімізді, яғни сабағымызды қорытындылай келе, мәдениет ол елдің ең басты рухани байлығы, асыл мұрасы. Қай елдің мәдениеті мықты болса, сол елдің еңсесі биік болады дейді біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сондықтан да әр уақытта мәдениетіміз мықты, еңсеміз биік болсын. Сау болыңыздар.